Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Осыдан бірнеше жыл бұрын бірге жұмыс істеген әріптес әйел болды. Мінезі қатал, тіпті директорға дейін аяқ тартатын, бетке тарс еткізіп айта салады. Әрине жөнімен. Барды бар, жоқты жоқ дейді. Жағымпаздық бойында жоқ, оны бәріміз білеміз. Алайда әзіл де қатар жүреді. Бірде көкесі мықты бір келіншек кафедра меңгерушісі болып тайындалды. Ол келіншекті бұл әйел онша ұнатпайтын. Жағымпаз, өсекші, мияулап сөйлейді. Сосын сөзінің аяғын жұтып толық айтпайтын. Содан жан-жақтан жағымпаздар бастық келіншекті құттықтауға кірісті. Бізге ең қызығы жаңа бастықты мінезді әріптестің қалай құттықтайтынын болды. Жай күндері бетіне былш еткізіп бойын тіке айтып жүрген әріптес әйел енді қайтер екен. Қош елдер сыйлыққа дейін сыйлап, сауынсыз кіру іс шарасын бастап кетті. Бәрі құттықтап болған соң мінезді әйел жаңа бастыққа жақындады да, ал бізде де жағымпазданайық, елмен қатар, көкең арқылы қолың жеткен креслоң құтты болсын. Осы орынға сені лайық деп санамаймын. Кешір, сенен де мықтылары бар еді, алайда саған бұйырыпты. Енді жоқ, абыройды жинасаң, сенің жетістігің сол болмақ. Аман болшы, деді. Көлкіміз кеп өліп бара жатсақ та үндемедік, ұят қой. Мінезді әйел тағы қосып қойды. Мені құртам деп ойлама, өзің мұрттай ұшасың деп су жаңа бастыққа күле қарады. Жаңа бастық көп істей алмады. Қылыштың жүзімен жүргендей күй кешті. Жауапкершілік үлкен. Мінезді әйел оны тәрбиелеуін қоймады. Бәріміз айтамыз әлгі әйелге, ол бастық қой, қоя салыңызшы, онсыз да морально қиналып кетті деп әзіл-шыны аралас. Мені директорға жамандап кезінде тұқыртқан сұмдық еді. Сәл бос ұстасақ, бұл секіреді. Сол себепті осылай істеймін деп күледі. Ол әріптеске директор, декан, кафе меңгерушісі дегендерінің тісі батпайды. Оқитын студентке, бесін сабаққа келмейтін крышасы барларға екісін қойып беретін. Бір бетке жаман қатып қалған, өте білімді, сауатты. Сонысында қарамастан студенттер оны жақсы көретін. Ерекшілігі бар, керемет білімділігі мен түсінушілігі мен баурап алатын қасиетке ие болатын. Бәрі сыртынан әңгіме қылатын. Осы көкөтке күйеу қалай шыдап жүр екен? Бейшара күйеуін жерге тығып үнін шықпайтындай етіп езіп тастаған шығар. Әйтпесе неге бізге күйеуін көрсетпейді? Мүмкін күйеуі жоқ шығар. Мына бәленің мінезі сұмдық қой деген сияқты. Басқа қызметке ауысып, ол әйелмен байланысы үзілді. Кейде хабарласып қоятынмын. Ешқашан отбасы туралы сұраған емеспін, өзі айтпаса қайтем. Жаңа жылдың алдында сол әйелмен супермаркетте жолығып қалдық. Сол әдемі қалпы еш өзгермеген. Бірден таныдым, шүйіркелесіп кетті, қояр да қоймай үйіне шақырды. Әдемі көлігімен үйіне бардық. Қала шетінде жеке үйде тұрады екен. Біз келген соң артынша жолдасы кірді. Неткен сымбатты кісі деп ойладым. Жымия амандасты. Сыртқы түрінен бір жерде үлкен қызмет атқаратын көрініп тұр. Немесе жақсы бизнесмен айналысады. Сол сәт апай оның сыртқы киімін алып, киімін ілгішке іліп, ілтипат көрсете бастады. Сосын маған қазір келем, сен жайғаса бер деп теледидарды қосып шығып кетті. 10-15 минуттан кейін ас бөлмеге шақырды. Бірге шай қамына кірістік. Отағасының аяғын жудым деп тырқылдай күлді. Таң қалдым. Сен қыз таң қалма, оның аяғын жуып келе жатқаныма 30 жылдай болды дегенде шынында талып қала жаздадым. Мен оған универ бітіре сала тидім. Менің бір беткей мінезімді ұнатқан екен. 2 жыл соңымда жүрді. Мен де көкіректікке салынып, енді қалай маған жағар екенсің дегендей бас бұрмадым. Ол да қайтпады. Білесің ғой, отличник деген атағым бар. Ахаха деп күліп алды. Егер анам қайтыс болмағанда тимес пе едім? Тағдыр ғой деп ойлаймын.
бітірген жылы анам қайтты. Есеңгіреп жүрген кезімде бұл жігіт маған мықты демеу болды. Бар назым мен еркелігімді, жындылығымды мен бірбетке мінезімді көтере білді. Сосын анамның жылынан соң көзімді жұмып тидім де кеттім. Мен сіздің жолдасыңыз барын білмеппін дедім. Ол күлді. Ешкім білген емес. Не қылам оны әлемге әйгілеп. Отбасы менікі, күйеу да менікі, отбасы құпиясы деген болады. Оған әркімді араластыруға болмайды. Онда отбасының қасиеті де кетеді. Кез келген отбасылық кикілжіңді сыртқа жаятын адамдар, әсіресе әйелдер, отбасын жоғалту алдында деп білемін. Мен отағасы қатты сүйді, құрметтеді, аялады. Ендеше неге мен кекірегімді беремін? Сол алғаш кезде анамнан айырылу маған ауыр, маған зорлық көрсетпей, аялайтын болсаң керек десең, күнде аяғыңды жуып беремін деп айттым. Ол күлді де, әрине аялаймын, бірақ сен де сөзіңде тұр, күнде аяғымды жуасың деп күлді. Сол бір ғана сөз шынында жүзеге асатынын білмеппін. Ертеңіне уәдемді орындайын деп тазикке жылы су құйып, оны шақырдым. Ол ұяла отырды. Өз күйеуім емес пе? Мені жақсы көреді, мені оны жақсы көремін. Аяғын жуудың несі айып? Сабынды қойып жууға кірістім. Оған ұнаған сияқты, енді ұнамай ше, біреу нәзік саусақтарымен аяғыңды жылы суда сипалап отырса, апай рақаттанып күлді. Мә саған, сізде біз білмеген құпия көп екен дедім. Ой, бұл отағасы деген соған үйреніп алды. Бірбетке мінезді, менің мұндай нәрсе жасайтынымды күтпеген болса керек. Алғашқы кезде үндемей отыратын, кейін басынан сипап, алғысын жаудыратын болды. Мен оның аяғын жуып отырғанда әңгімелесеміз. Сондай кезде жақсы әңгімелер өрбиді. Бірде сондай әңгіменің қызығын елтіп, бір сағат аяғын жуғам ғой. Екеуміз әбден күлдік. Отағасының мейірімандығы бір бөлек. Мен аялайтынында сөз жоқ. Аллаға мың алғыс, осы 30 жыл отасқан өмірімде оған қарсы келген емеспін. Жаман сөз айтпақ түгіл, қатты сыйлаймын, себебі ол мені аялайды. Пікіріме құрметпен қарайды. Алла сыйлаған періштем дейді. Менің де мінезім баршылық қой, алайда мұндай салиқалы да ақылды ер азаматтың алдында өзімді басамын. Лайықты болуым керек деп ойлаймын. Шынымды айтсам бірдеңе деуге батылым жетпейді. Жүзіне қараймын да жеңіле саламын. Талай қиын кезеңді бастан өткердік. Сонда да шай дескен емеспіз. Өзара сыйластығымыз қымбат. Мені жан жүрегімен сүйген адам ғой бұл. Мені де соған лайықты болуым керек. Иә, аяғын күнде жуамын осылай деп мен білмеген сырын ақтарды. Ойға шомып кеттім. Сен қыз көп ойлана берме. Мінезді апай қалай аяқ жуып жүр деп әркім сыйлағанның құлы. Өте сыйлаймын отағасын. Бір кездері оның фирмасы банкрот болып, 2 жыл арбаны өзім сүйрегенмін. 3 бала кішкентай, үйде залогқа қойдық. 3 жерде жұмыс істеймін. Маған қысым жасалды. Шет жағасын өзің де білесің, сонда да шыдадым. Соның бәрін отағасына айтпадым. Күнде 2 аялдама жаяу жүретінмін. Үнемдеген ақшаға редиска үкіріп алатынмын. Қанша қиналсам да шыдадым. Үйдің бар шығын мойнымда. Үйге кеш келемін. Кіре сала отағасының аяғын жуамын. Ол кейде ұялады. Масыл болып отырып, несін хан сияқты аяқ жуғызамын деп жуып отырып көп алғыс естимін. Ол айтатын, бағыма бұйырған періштем, кім ойлаған мінезді арудың осылай аяқ жуып отыратынын, кім ойлаған жұмыссыз қалған күйеуін бірбеткей қыздың мойыма асырайтынын. Сенің барыңа шүкір, Аллаға рахмет, сені қосағым еткен деп. Иә, кейіннен аяққа тұрып ісі алға басып, ақырындап жақсы болып кетті. Қазақстанның 7 облысында компаниясы бар. Қарамағымда 1000-нан аса қызметкер. Шүкір осы күніме деп ағынан жарылды. Айтпақшы, анау жаңа көлікті туған күніме сыйлады. Ойламаған жерден, әйтпесі қызымызға, ұлымызға бір көліктен мінгізді ғой.
Мен таксимен жүретінмін, правамда жоқ. Таңертең осылай бантик таққан көлікті сыйлап тұр ғой деп сиқылдай күлді. Отағысына ұрлана қарадым. Көзінен мейірім мен даналықты көрдім. Бақытты екенін байқау қиын емес. Апай да былқылдай басып, еркелігін паш еткендей керемет үйлесіп, нағыз махаббат пен сыйластық қой. Бір жерден оқығаным бар еді, әйел бойында періште де, шайтан да, қаншайым да, жалшы да қатар болады. Еркек қайсысына оятса, соны алады деген рас екен. Әйелдерді аялаңыздар. Олардың мінезі ер азаматтың әрекетінің жемісі ғой. Күйеуінің зорлық пен кемсітушілікті бен суықтықты көрген әйел нәзік, әдемі, бақытты бола алмайды. Әйел гүлдей болуы үшін оны аялау керек. Сонда темірді қызғын отта ұстағанда қалай иісеңіз, мейірім көрген әйел де солай иіледі. Ал егер әйеліңіз беріш боп қатып қалған болса, өзіңізден көріңіз. Ондай беріш пәлекетті таңдаған өзіңіз. Аман болыңыздар. Әңгіме тамам. Әр адам бақытты болуға тиісті. Құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.